қонаққа аналарымыз келген. Ел көріп қыдырып жүрген жайымыз бар. Ой, деп жатыр. Қалдан жақын алтындарым. Салам алейкум. Merhaba, hoş bulduk. Şuntayım benim, şuntayım. Canım benim, canım. Kafa geldi. Şükür. Tanımay тұр ғой дейін. Біз қазір Амантас деп аталатын үлкен бір кешенге бара жатырмыз. Ол тау шатқалында ойылып жасалған үңгірлердегі қала. Оның тарихы тым көне, ескі дейді. Бұрын өздеріңіз білесіздер, бұл жерлер гректерге тәуелді болған. Сол себептен көптеген тарихи жағдайлардың барлығы бұл бір-бірлерімен ұштасып жатады. Және де Александр өз кезіндегі Александр Македонскийдің жерінің бір бөлшегі болған Түркияның көптеген жерлерінде әлі күнге шейін құнды жәдігерлер сақталынған. Ескі Рим империясында ескі амфитеатрлар табылған. Одан басқа көп құнды жәдігерлер, құнды дүниелердің барлығы сақталған. Оның барын енді мүмкіндіктеріңіз болса көру қажет. Фетхе қаласының таулы шатқалы жерінде мына сияқалды Амантас деп аталатын көне ескі жер болған. Мына жерлердің барлығын біздің дәуірімізге дейін осылай тастан қашап қалап жасаған. Бұлардың барлығын қарасаңыздар, су жиналғандары көрініп тұр. Мына жерден мүмкін киім жуатын арнайы жерлер болған шығар. Яки болмаса ванналар болды ма екен. Бірақ арнайы жасалған көрініп тұр. Түп-түзу тастардың барлығы қашалғандағы. Мына жерден ойылған. Түркияның жерлері бұрынғы Македония, Рим империясынан гректерден қалған жерлер. Ол жерлердің барлығына бұрын соңды қала болған, бұрын ол жерлердің барлығында адамдар тұрған. Бірақ кейінірек келе Сүлеймен Сұлтан Осман империясын құрып, осы жерлердің барлығын өз иелігіне алып қалған. Бұрынғы шіркеулер болған жерлердің барлығына мешіттер салынған. Солардың бір үлкен дәлелі бұл Айя София. Айя София Стамбул қаласында орналасқан ескі көне шіркеу, бірақ ол қазіргі күнде мешіт. Бұрын Ататүріктің кезінен бастап бұл мәдени орталық болған. Міне біз өстіп отбасымызбен қыдырып жүрген кезіміз бар. Біздің командаға тағы да 3 адам қосылды. Папасы оператор, қызы оператор. Оператор қызымен келе жатырмыз екенбіз. Иә. Біздің состав. Қараңыздар мына жерде. Біздің дәуірімізге дейінгі тасқа қашалып жасаған. Керемет қой бұл деген.
мен саған көрсетемін анантаршы қандай әдемі. Ал енді мы с Тамарой ходим парой. Біз өсіп мынандай жерге шығып келдік. Қараңыздар, қандай әдемі көрікті жерлер. Мына жақта да. Сонымен төбеге көтерілдім. Мына жерде ескі екі колонна, екі жағында үлкен тіреуіш қақпа ретінде жасалған тастардан қашалған дүниелер бар екен. Дүние болғанда қабырға деп айтайықшы. Бұл таңғалып тұрмын, бұл қаншама адамның жұмысы, қаншама еңбек қажырлы. Бұның барлығын қарасаңыздар, тастың барлығын қашап жасау дегеніміз. Қашаумен, балғамен отырып кесіп ойып жасау деген. Ал енді мына төбедегі жердің ең қызық жері бұл мына сияқты адамдарды жерлеу жері. Адамдарға осы бұрынғы кездерде көп құдайға сену, табыну болды ғой. Сол кезде сол құдайларға табынатын, жәнедегі былайша айтқан кезде құдайларға сыйлық ретінде алып келетін, өздеріңіз білесіздер, тарихтан қаншама адамдардан, көбінесе жас қыздарды алып келіп, олардың қанына қызып, осында жатқызған. Тарихта әртүрлі ойлар бар, тарихта әртүрлі сырлар бар. Олардың не үшін жасалғаны белгісіз, бірақ сонысымен қызықты болар. Бұның іші аса үлкен жер емес. Бір адам тұрған кезде 1,90 болатын шығар, биіктігі, кеңдігі 2,5 метр. Мына сияқты 3 кереуетке ұқсайтын орын бар. Өзі жастық сияқты жататын жері бар. Тым керемет жер енді. Қарасаңыздар, әрбір тастың андай. Өкінішке орай бұндайлар енді болады. Ханнек дей ма, кім дейді, өз аттарын андай жерлерге қалтырып кеткен. Атың шықпаса жер өрте, атың шықпаса осындай жерлерге жазып кет дейді ғой, өкінішке орай. Бірақ мен қаншама жерлерде болдым, таңғалатын дүниесі жоқ. Адам бәр жерде бір адам. Мына жерден көктемде су ағатыны көрініп тұр. Мына жерден су ағады екен. Арнайы мына жерлерден қарасаңыздар, былайынан да су ағады, мүк-мүк қына болып өсіп кеткен екен. Жалпы жер осындай. Ал енді мынадай жер тамаша жерде отырып, мынадай қалаға көрініс, суға көрініс болған. Талай адам осының үстіне шығып отырып, өзінің талай дүниесін армандағанда болу керек. Мына арада жаз айларында көбінесе жұмыс жасайтын кафе бар. Бұл кафеде панорамалық осындай көрініс. Бұл жердің маңызды фишкасы осы болу керек. Тым керемет екен, тым әдемі жер екен. Мұндай жерлерде келу сіздерге де бір бақыт болып бұйырсын. Келіңіздер, көріңіздер, әрдайымда. Мынандай тағы да бір жерлері бар. Бір қызық дүниесі осындай үйлердің арасында қазіргі адамдардың тұратын үйлері бар. Әдеттегідей кір жайылып тұр, кірдің иісі аңқып тұр, порошок, ленор, тайт.
мынау алдымызда көкту деппін ғой. Түрік елінің байрағы ілініп тұрған жерде бұл көне қаланың немесі қалдық орны. Бұланан қарай кішкентай осындай көшелер бар. Адамзаттың барлығы бірдей, тіршілік бар жерде. Мына жерде тұрғылықты бір район екен. Қалай екен белгісіз. Мына жерде кішкентай тар жерге үйді қыстырып салып жіберген. Мынау балконның кеңдігін қараңыздар, бірақ ең үстінде терраса бар. Тамаша дүние ғой. Бәрі тастан қашалған, қаланып салынған, жасалғандар. Сонымен бірінші, екінші дәуірдегі біздің дәуірімізге дейінгі екінші ғасырдағы салынған көне Рим империясының амфитеатры. Амфитеатрда бұнда әртүрлі қойылымдар, театрлық қойылымдар болған екен. Осы жерде өлеңдер айтқан. Бұл барлығы Фетхе қаласының көрінісі. Фетхедегі әсем жерлердің бірі. Мына жерде тұрғаным порт. Жанымызда мына жерде бағана ескі қала. Турцияға келіп, Турцияның базарын көрмей кетсеңіз, онда өміріңіздің біраз дүниесін көрмедіңіз деп айтсаң болады. Мынау Фетхе қаласында орналасқан базар. Былайынан да ұшы-қиыры жоқ, былайынан да ұшы-қиыры жоқ. Судың мына жақ бетінде де сулы базары бар. Қап-қабымен бәрі жиналған. Салқын доматес. Сонымен бұл ескі көне қалалардың бірі болғандықтан көретін жерлер көп. Түркия елінде, Европа елдерінде жер аз болғандықтан олар қарамайды жазық жер ма, таулы жер ма деп, керісінше жазық жерлерге егіс алқаптарын салуды ыңғайластырып жасайды да, ал таулы мекендерге үйлер тұрғызады. Үйлерінің түрлі сан түрлі болады, сіздер ойламаңыздар. Барлық жерде идеальный, барлық жерде керемет, Қазақстан ғана сондай жаман деп. Олай дейтін ойларыңыздан айныңыздар, себебі мына артында тұрған үйлерді қарасаңыздар, сыртынан әдем болғанмен де ішінен онша емес, шынымды айтайын.
Себебі бұнда әлі күнге шейін отын жағатындары бар, кейбіреулерінде пештерде жоқ әуелде. Үйлердің қабырғалары тастан қаланған. Бір адам айтпақшы, уют жоқ деп айтады. Уют дегеніміз былай үйдің сондай бір жылулық сезімі жоқ. Сол себептен де әр кезде де мен видеолардағы жақсы дүниелерді көрсетіп жатқан жоқпын, салыстыратын дүниелерді. Менің көзіме не ерекше болып көрінеді, менің көзіме не қызық болып түседі, мен солардың барлығын видео таспаларыма жасап, болашақта қартайған шағымда осы видеоларды көріп отырайын деген жағдайым ғой. Сол себептен де мен бірге әрдайым да тамашалап жүріңіздер. Егер арнаға тіркелмеген болсаңыздар, арнама міндетті түрде тіркеліңіздер. Мен үшін бұл үлкен қолдау сіздердің тараптарыңыздан. Егер көп адам қарайтын болса, бір адамдарға мотивация болатын болса, бір адамдарға осы күніме тәубешілік деп айтатындай, бір адамдарға бұл істеп жүргенің дұрыс деп айтатындай ойда болсын. Сол себептен де басшыларыңызға саяхаттауды, басшыларыңызға әлемді аралауға, басқа қалаларды, басқа мемлекеттерді тануға шақырамын. Сіздермен бірге мен Болат Чернезов.